шариғат заңдарын толыққанды енгізе салмады, отдельно өзінің заңдарын, жарғыларын шығарды деп ше. Ол относительно да сүйеніп жасаған шариғатқа, бірақ толыққанды емес та, өздерінің де далалық жаңағы заңдарында енгізген да, оған дейін болған өздерінің қоғамда қалыптасқан ережелерін соны енгізіп бір бөлек бір заң шығарғанда шариғи заң емес. Иә, көнген тұстары бар, ана жаққа шығаруға болмайды. Иә. Жеге, не қой? Дәурен алғыс, сонда да Райхан Гідәлі деп жазып жіберді. Рахмет. Нені айтып жіберші, қалай жауап бердің сен жетадан досталған карту? Мен просто шығып кеттім содан эфирден. Айттым, сен Құранмен жүресің, біз жеті жағымен жүрмейміз ғой деп. Жостко. Ол бүйтіп айтады да, сен жеті жағамен жүрмесең, демек жеті атадан қыз алса беру керексің ғой уже дейді. Потому что жеті жарғыда запрет, а сен жеті жағамен жүрмейсің дейді. Мен айтамын, біз оны дәстүр ретінде ұстанамыз қазір. Салт дәстүр ретінде ұстанып қолданамыз. Сөйтесем, сен ол заңды қабылдамасаң, жеті жағын қабылдамасаң, онымен жүрмеу керексің дейді. Сонымен оған бүйтіп айтамын да, сонда мен Құранды ұстанбаймын. Құранды мысалға пайдаланбаймын, ұстанбаймын, қолданбаймын өшім. Бірақ Құранда ұрлықшыларды жазалау керек деп жазып қойсам, Құранды ұстанбаймын екен деп, ұрлықшылар ұрлай берсін деп айтамын сонда. Насколько андай логикалары сынықпаған, картиналары кривой. Оларда андай түсінік жоқ та, бір нәрсені жақсысын алып, жаманын алу деген түсінік жоқ. Сен либо содан полный бас тартасың, либо соған полный көнесің. Анау, мен бір жерден оқыдым да, бірақ рас өтірік екенін тексермедім. Жаңағы жеті атаға қатысты, ол ондай жаңағы жақын алыс туыстардан алу оған дейін де болғанда, жаңағы қазақ хандығы құрылмай тұрып та, осы жердегі тайпалар сол нәрсені ұстанғанда, рулық қатынастық алыстан алған деген нәрсені, сондай деректерді көрген едім. Бірақ бәрі эфирді жинап отырып, Арман жамандап еді енді. Арман Нұрисламен қосылғаннан кейін жақтап кетті ғой жерде. Сосын Данияр ұстаздарынан бұлар дәлел сұрамайды екен. Оказывается, дәлел керек емес екен. Алыстан алыңдар деген пайғамбардың хадисі жоқ екен негізі. Соны дәлелін сұратып алу керек. Қай бетіңмен ондай жоқ хадисті айтып жүрсің. Себебі пайғамбардың айтқанын айтпады деу, немесе айтпағанын айтты деу, үлкен күпірлік. Біліп тұрып істеп отырсың. Бұл бір. Екіншіден, пайғамбар ондайды айтуы мүмкін емес екенін, оның өзінің әрекетінен ақ түсінуге болады ғой. Фатиманы кімге берген? Өз әрекетіне қайшы үкім айтпайтын шығар пайғамбар енді. Ойланып көрсең да, логически. Қазір вообще жеті ата деген ол условный түсінік олша шегі ретінде. Ал вообще рудан алмайды негізі қазақтар. Кенде анау Дулат баба ұрпағы деген бар ғой, Ануар деген. Содан да сұрадым ғой, сол пайғамбардың хадисін тағы айтады. Сахих па десем, айта алмайды, әкеп бере алмады ол. Келе алмайды, потому что жоқ ол. Өзінің пайғамбар сонда өзінің ісіне қарсы үкім бермейді ғой, мысалға. Енді ойланып көрсеңдерші осы. Дулат баба ұрпағы деген ана емес па? Хадистің дұрыс емес екенін қалай анықтаймыз десек. Ана иснат сахабалармен жаңағы передатчикта дұрыс екенін тексереміз емес, короче, ол жүрекке жаға ма, жақпай ма деп. Жүрегің тыныштала ма деген шарты бар екен. Сосын мен айттым ғой оған, онда бір PDF болса. Оның жүрегі тыныштала береді ғой, сұмдық нәрселерді естіп отырса да. Демек, оған ол сахих, саған сахих емес. Адамдардың әр түрлі болады ғой, мысалы. Бұған не дейсің ол? Жауап жоқ, конечно, оған. Біреу өзінің жаңағы істеп жүрген жамандығын сол немен ақтап, хадиспен ақтап, жүрегі тынышталып отырса, дұрыс істеп отыр екен ғой деп. Алғыс, Шерман. Шынымен бар екен, үкім алуда
жүрегің тыныштала ма деген кітаптан көрсетіп берді ғой сол кезде. Маклод, получается, бұл жерде ойластырылмаған нәрселер бар болып тұр ғой дінде ше кәдімгідей. бар. Мысалға Көп сәләфиттер қой. оны қабылдамайды, по-моему. Сәләфиттерге айтсаң бар ғой, Маклод, олар сенің жүрегің дейсің ба, басқа дейсің ба, пайғамбар не істесе дұрыс, не істемеу керек десе ол дұрыс емес деп түсінеді да. Иә. Пайғамбарлардікі, сәләфиттердікі тура түсіну да, дәл түсіну да. Как она есть, қабылдап отыр да. Бірақ оларды біз жат ағым дейміз да, почему-то. Амели деген ручкасын ала салшы. Не деп жазып отыр? Мен жатын орным бір бәле деп жазып қойыпты. The bed is already made деп. Кетші бәле. Менің жатын орным дайын дейді. Сенің ғұндарың дей ма, ема, ғұн аталарың дей ма, ема. Сосын Сенің кезінде сенің ғалымдарың деп сұрақ айтады ғой. қойып үлгердің да, сонда ғұндар сенің ата бабаң емес па десе, ол да менің ата бабам дей ма? ал жарайды ал дей ма, сонда біз сендердің қалай корректно сөйлеулеріңді үйретіп отырмыз ба енді? Қандай шешімге келіп отырмыз? Осы жерден қоя салмайсыңдар ма деу керек та? Жоқ, артық еще тағы жаңағы сенің ғұндарың дегеннен бөлек мынандай да нәрсе айтады ғой, сендердің ғалымдарың деп айтады ғой. Сендердің Америкаларың деді ғой сол эфирде. Сен Америка біздікі бола қапты да. Сендер айтып жүрген жеті аталарың, жеті ата заңы немене деді ана бір? Егер дұрыс болым қалай еді, сол жерін ұмытып қалдым. Жаңа сен бір сұрақтан қойып алдың ғой. Ана соңғы Ол жеген айтты ғой. кезінде. Ол айтты ғой. Маклаудқа сұрақ қойды ғой. Егер генетика жаңағы мықты дамып кетіп, сенің жақының туысың болып тұрса да, бірақ одан сенің балаң, дәл сенің балаң сенің жағдайында ауру болмай туатын болса, сен онда ала беретін болып тұрсың ғой дейді. Жоқ, ол басқа, ана жеті ата не болса деді ғой, ана екі немене деді? Өзің Тозығы жеткен болса деген. Тозығы жеткен болса, сонысын айтып берші, сол жерін Соны ұстап алдық қой. Маклаудты сұрады ғой, сразу сұрады. Тозығы жеткенін дәлелдеп берші онда деді да. Ал деген қадалды сол жерде. Тозығы жеткен болса не істейсің деп Маклаудқа сұрады ма, или саған сұрады ма әйтеуір? Сосын Райхан жазып отыр ғой, сендердің амандасуларың деп айтатыны бар деп. Армысың деген қазақтың амандасуын атеистер мен тәңіршілдердің амандасуы қылып жіберіпті да. Қазақтың емес сияқты. Блях қоғынбайлар. Сендерде вакцина дейма, медициналарың дамымаған ғой, ғылым 100% істей алмайды ғой сендердің айтып отырған ғылымдарың деп. Қай кезде айтып жатырсың? Басқа ғаламда өмір сүретін адамдар сияқты негізі басқа планетада. Аяғы салбырап түскен біреулер сияқты ана летающий тарелкадан түсіп, мына сендердің ғұн аталарың деп отырса да. Мынандай айтады. Өздерін қоғамнан бөлек ұстайтын қауымға айналып бара жатыр дейсің. Бұлар, шынымен, бұлар, получается, қалай болып кетті онда? Бұлар дәстүр мен дінді ұштастырған, ойбай, дәстүрлі дініміз, ата-бабамыз керегін алып, керегімесін алмаған, өзіміздің керемет дәстүрлі дініміз бар, шетелдегі емес, ана салафитский, бахавитский емес дейтіндері уже дәстүрге қарсы шығып отыр да. Қалай меняемся? Ойлаңдар сендер кішкене сәл бір тоқтап, қайда бара жатырмыз өзі деген ой келмей ма деймін да. Сонда бұлардың жаңа Данияр сияқтысы бар, басқалары бар. Получается, бұлар арабтардың сол түсінігін алып келіп жатыр деген сөз да. Арабтардың түсінігі мен қазақтардың құдайға деген көзқарасын өзгертпекші да. Ал қазақтардың емес. Жоқ, қазақтардың құдайға деген өмірге деген көзқарасын мансұқтап бәле қылды ғой олар енді. Енді қазақтардың құдайға деген көзқарасы деп айтайықшы. Қазақтардың құдайға деген көзқарасы осы салт дәстүр, әдет ғұрыппен біте байланысқан ғой.
Ол болмаса қазақтар білмеймін атесіп кететін шығар. Сосын ассалаумағалейкум деген сөз қазақтың сөзі. Мен осы нұсқаны қабылдаймын. Бірақ қабылдамаймын дейтіндер бар. Ол мұсылманша ғой, ол араб тілінен шыққан ғой деп айтса да, мен оны кәдімгі лингвист ретінде, кірме сөз ретінде қабылдаймын. Арабтарда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух оларда. Біздікі ассалаумағалейкум. Біздікі ассалаумағалейкум. Жоқ, қазақтар үйтіп айтпайды. Саламалейкум дейді. Әликсалам дейді. Осы ғой екеуі қазақтікі. Әликсалам. Саламалейкум. Әликсалам. Саған бейбітшілік тілеп тұрмын деген сөз ғана ол болды. Жоқ, қазақтардың сөзі саламалейкум ғой. Шалдар әликсалам дейтін ғой. Болды ғой осы ғой қазақ. Кішкентай кезде сол Абадан аға сіздің айтып отқаныңызда, сол кішкентай кезде бұрында аталарға сол біз жаңағыдай ассалаумағалейкум демейтінбіз, сәлемалейкум дейтінбіз да, ол кісілер уәлейкумассалам балам, молда бол деп айтатын да. Сөйтсең атеист болып кеттің ба? Иә. Молда бол, иманды жігіт екен деген мақтаулардың бәрі ол жерде дінге қатысты емес негізі. Ол жерде жақсы болу, мықты болу, көркем мінезді болу сияқты нәрсені иманды болсын, иманды жігіт деп түсініп кеткен да қазақ. Мен сол нәрсені наоборот прикол ұстап отырма деп ойлайтынмын да. Молдаларды бір андай бір келмеш деп айтатын сияқты көрінетін кішкентай кезінде. Молдаларды келемеш дейтін мақалдар көп болды ғой. Бір мақтаған мақал көрмедім. Жарайды енді. Сонда ассалаумағалейкумы бар, армысыңы бар, амансызбасы бар, қал жағдайларыңыз қалай, сөйтіп амандаса бересің ғой мысалға. Бірақ бұның арманшылығын білуіміз керек та негізі. Сырттан келгенін, не білдіретінін, мына жерде амандық сұрасып тұрсың, мына жерде тілек. Арабтардың мысалға ассалаумағалейкумы ол тілек білдіру да. Мысалға корейлер тамақ іштің ба деп амандасады. Ас іштің ба деп амандасады. Потому что олардың тарихында, салтында бар нәрсе да ол. Аштық деген нәрсе бар. Содан олар сол сөзді қасиетті, сол сөзді болмысымыз деп түсініп кеткен. Идеологиясына соны айналдырған. Біз қалай? Біз амансың ба? Есенсің бе? Саламатсың ба? Ал, міне, сұрақ та бұл. Қалың қалай деп амандасу да. Ассалаумағалейкум, бейбітшілік болсын, үйіңе бейбітшілік болсын. Оның айтатын орны бар да еще. Қазақтар ана бәрін ысырып тастап, тек қана ассалаумағалейкум деп айтамыз деген нәрсе жоқ негізі. Бізде әйелдер сән бердік дейді. Арың тазама дейді. Тез жазып отырған шынжы, мұсылмандар шынымен ар деген сөзді, ару деген сөзден шыққанын, саусың ба, амансың ба деген этимологиясында мағынасы бар екенін түсінбей, бірақ түсінсе де кейде әдейі қырсығып, сол арттың, көттің арғы жақ бер жағымен байланыстырып, мазақ қылуға шебері келеді да. Демек, не болып жатыр? Көз алдымызда қазаққа келіп өз амандасуын өзіне мазақ қылып көрсетіп отыр да. Мен мұсылман болсам мына жерде, мен деген айғайды шығарар едім, сен кімсің сен деп. Сен басың екеуі ма сенің? Неге айтып отырсың деп. 2000 жылдардың бас кезеңінде дін жаңағы күшейіп келе бастады. Сол кезде әйелдер бір-бірімен ассалаумағалейкум деп амандасу басталды. Сол кезде біздің аталарымыз ұрсып отыратын, қазақта әйелдер ешқашан бір-бірімен ассалаумағалейкум деп амандаспаған дегенде, ана дінге енді кіріп жүрген жас қыздар кәдімгідей нететін, сауғаласатын да. Ол дініміз бойынша дұрыс, мұсылмандар мұсылманмен ассалаумағалейкум деп амандасу керек деген кезде бізде қазақта ондай болмаған, сәлем деп амандасыңдар деп қыздар деп сөйтіп аталарымыз ұрысып отыратын кәдімгідей. Ол болмаған, бірақ дін бойынша Алланың сәлемі болсын деген сөзді әйелдер сонда айта алмау керек па деп, олар дін бойынша олардікі прав. Олар дін бойынша прав, қазақтың салты бойынша ол дұрыс емес. Соны не себеп екен деймін да мен. Мысалы біз қазақ халқын мұсылман болған деп санасақ, не себеп әйелдерге ассалаумағалейкум деп амандасуға тыйым салған?
мен бір ойлаймын мынандай нәрсе деп. Бір әйелдерді все-таки діннен сақтап қойған сияқты ма, ассалаумағалейкум деп амандасудан оларды бөлек статус беріп, отношенияны бөлек қылу ма, может быть, оларға. Жоқ, Маклауд олар үйінде отырса, тек мақраммен шығатын болса, дауысы әурет болса, оларды амандасатын салты да жоқ қой. Мақрамы амандасады да. Мен ағаларыңмен көрген кезде амандасасың ғой. Жоқ, амандасасың ғой енді ол кезде. Бірақ сен даусыңды шығармай, бүйтіп бас изеп, сөйтіп амандасасың да. Демек, ондай өркениетте ондай салт жоқ болып тұр ғой. Біздікілер неғып тыйым берген екен деймін. Сол ассалаумағалейкум деп амандасқанға неғып ерсіліктер байқаған шығар, бір еркекке тән деген сияқты нәрсемен қарастырған шығар, өйткені бір солай амандасу мүмкін. Сол жағынан алған бұл. Может, ол болуы мүмкін. Бір андай. Өйткені андай сәлем деп амандассаң, ұлдарға ұрсатын, сәлем деп амандасқан ұлдарға, еркек емессің бе? Ассалаумағалейкум амандасу керек деп сөйтіп. Сексистік нелер. Сәлем деген как будто бір привет деп тұрған сияқты болып қалатын. Сол сияқты, иә. Мужской не андай ассалаумағалейкум деп амандасуға бір брутальность қосып беретін де сондай. Маскулинность бірдеңкеге қатысты болған сияқты сол. Әлі күнге дейін мынандай привет деп амандасасың ғой, жаңағы көп жігіттердің ортасында болса да біртүрлі қарайтын еді да. Хотя нормально. Осы Женевский конвенция бойынша военный пленныйлар соғыс біткеннен кейін босатылады. Әрине, соғыс бітпей жатып ақ тұтқын алмасу үрдісі бар ғой. Тұтқын алмасу ол понятно ғой, былай. Вообще соғыс бітті деп жарияланғаннан кейін оларға ешқандай не болмайды, андай претензия болмайды ғой, кәдімгідей босатылады ғой. Иә. Алдында кіммен Пятчуговпен сөйлесіп отырған кезде сол Женевский конвенцияны оқы, исламдағы жаңа құлдықтың екеуі сапа-сай тура түседі деп айтады да. Исламда құлдар босатылмайды ғой. Бітті, сен құл болып түстің, мәңгі бақи қаласың құл болып. Соғыс бітке анау-мынау деген нәрсе қарамайды ғой. Иә, соғыс біткеннен кейін де ол құл болып, тіпті құлдар династиясы болып, құлдың баласы да құл болып, еш болашағы болмай жүре берген. Мен су ішіп келейінші, что-то ағылғат болдым. Сосын не бар? Женевский конвенцияда мирный соғысқа қатыспайтын адамдарды өлтірмейді соғыста. Оларға қатысты ешқандай нәрсе қолданбайды. Исламда анау хадис бар ғой. Олардың балалары мен әйелдері өлтіре береміз ба ұйықтап жатқан кезде деген кезде, олар солардың қатарынан деп. Сосын жаңағы амандасуға қатыстышы көп жаңағы мәдениеттік үрдіс екенін көбісі түсінбейді да, оны қолдану бір андай ұят нәрсе емес та, ол даже сенің мәдениетіңе сіңісіп кеткен нәрсе ғой.